Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есім Ляззат. Бүгін біз балалардың сүйіп жейтін асы чипсы дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге картоп қажет. Барлық картопты жұқалап, осылайша турап қағаз сүрткінің бетіне жайып шығатын боламыз. Одан соң барлық картопты осылай қағаз сүрткінің көмегімен сүртіп құрғақ етуіміз қажет. Барлық картоп құрғақ болған жөн. Осылайша құрғақ картоптарды қызып тұрған тавамызда қуырып аламыз. Достар, осындай қалың тавада қуырыңыздар, сол кезде әдемі шығады. Достар, видеоның соңына дейін қараңыздар, және де лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Егер де сіздер қоңыраушаны басатын болсаңыздар, онда менің каналымдағы жаңа рецепттер сіздерге көрініп тұрады. Барлық картопты қызарғанша екі жағын қуырып аламыз. Одан соң біз тәрелкенің бетіне қағаз сүрткіні қоямыз. Себебі қуырылған картоптың майы сорғу үшін. Бұл чипсы балалардың сүйіп жейтін асы. Дүкеннен сатып алғанша үйден жасап берсеңіздер өте оңай болып келеді. Осылайша салынған чипсылардың бетін құрғатып, тәрелкеге барлығын орналастырамыз. Одан соң әркім өз қалауынша дәмдеуіштер себуге болады. Мен тұз және паприка септім. Одан соң барлығын араластырып жей берсеңіздер болады. Ал мен әселпешке аздап қызартып алдым. Әселпешке 10 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. Осындай әселпештің табасына саламыз. Мінекей достар, біздің чипсы дайын болды, қызарып, әдемі болып пісті, қытырлап тұр. Балаларға ұсынамыз. Ас болсын достар.